Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қатпарлы қаттаманың рецебін ұсынатын боламын. Өте қатпарлы, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, қоңыраушаны басып, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге сүт керек болады 1 стакан. Және жарты стакан су керек болады. Және үстінен сұйық майымызды құямыз. Және тұзымызды 1 шай қасық. Және дрожжымызды салатын боламыз, яғни ашытқымызды. Енді шанышқымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз біркелкетіп. Және алдын ала мен ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш салып алған болатынмын. Міндетті түрде електен өткізіп алып салыңыздар. Мен алдын ала дайындап алдым. Және қолымызбен осылай қамыр илеп дайындап алатын боламыз. Міне бізде дайын болды. Енді бетін целлофанмен жауып, кішкене 5-10 минутқа қалдырамыз. Кішкене 5-10 минуттан соң бір қайтарып алыңыздар. Және менде дайын болды. Енді жұмыс үстелімізге қамырымызды түсіріп, 2-ге бөліп аламыз, видеода көрсетілгендей. Кейіннен домалақтап формаға келтіріп аламыз. Және екінші қамырымызды алып, бетін жауып қалдырамыз. Міндетті түрде бетін жауып қойыңыздар, кеуіп кетпес үшін. Енді қамырларымызды осылай кезек жайып алатын боламыз. Мейлінше жұқалау етіп жайыңыздар. Дөңгелектеу етіп жұқалап жайып аламыз. Міндетті түрде сарымайларымыз қаншалықты жақсы болса, қаттамамыз соншалықты керемет болып шығады. Сондықтан сарымайларыңыздың жақсын таңдаңыздар, яғни 82% болса тіпті жақсы болады. Міне осылай қамырларымызға сарымайымызды құйып, тегістеп жағып шығатын боламыз. Енді осылай жағып болғаннан кейін оқтауымызға қамырымызды орап, қамырымызға тимей қалған жерлеріне тегістеп жағып шығатын боламыз. Енді орап, осылай оқтауымызбен пышақтың көмегімен осылай түзу етіп кесіп алып, оқтауымызды алып аламыз. Және де осы қамырымыздан мен 3 бөлікке кесіп алдым. Сонда менден бір қамырдан 3 қатпарлы қаттама шықты. Менде орташа көлемде шықты. Міне осылай енді бір шетінен бастап орап шығатын боламыз, дөңгелетіп. Міне осылай орап алатын боламыз, дөңгелетіп. Және де екінші қамырымызды дәл осылай жайып, арасына қамырымызға сарымайымызды жағып, осылай дөңгелетіп аламыз. Менде 6 дана қатпарлы қамыр шықты. Енді қамырларымызды алып, осылай жеке-жеке барлығын жайып шығатын боламыз. Қалыңдығын орташа қалыңдықта жайып алыңыздар, тым жұқа болып кетпесін. Міне қамырымыз дайын болды. Мен алдын ала барлығын жайып алдым, осылай. Енді табамызға майымызды құйып, кішкене қызған соң қатпарлы қамырымызды салып пісіретін боламыз. Отымыздың асты міндетті түрде орташа отта болуы керек. Ал егер тым қатты не жай болып қалса, қатпарлы қамырымыз қатты немесе күйіп кетуі мүмкін, арасы піспей. Сондықтан орташа отта пісіріп алатын боламыз. Осылай шанышқының көмегімен арасындағы ауасын шығарып отырдым. Әйтпесе ортасы ала болып, дұрыс піспей қалуы мүмкін, ақ болып. Міне енді толығымен бір беті піскен соң келесі бетіне аударатын боламыз. Және де әр қаттамамызды пісірді, жеке-жеке сұйық майымызды құйып отырды, естен шығармаңыздар. Өте керемет болып шығады. Дастарханға ыстықтай ұсынсаңыз, көпшілікке ұнары сөзсіз. Міне осылай дайын болғаннан соң осылай сүзіп алатын боламыз. Және де келесі қаттамамызды дәл осылай пісіріп алатын боласыздар. Міне біздің өте дәмді қабат-қабат қатпарлы қаттамаларымыз дайын болып шықты. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де бұдан да басқа рецептерді каналымнан көре аласыздар. Сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Барлығыңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлбану.